Қарға мен кірпі. Сүлеймен деген патша кірпі мен қарғаға былай деп бұйрық береді. Сен қарға, жер жүзін аралап, бір жақсы сайрайтын құс тап. Құсты бас жағыма отырғыз. Таң атқанда ол мені ғажап әнімен оятсын. Ал сен кірпі, бір жұмсақ нәрсе тауып кел. Оны жастығымның үстіне бетіме тақау қой. Құстың үнімен оянған кезімде бетім сол жұмсақ нәрсеге тисін. Қарға дамыл таппай, дүние жүзін аралап, көп құстың сайрағанын естиді. Бірақ бұған бірде-бір құстың үні ұнамайды. Оған бұлбұл да, басқа да құстар жақсы сайрай алмайтын болып көрінеді. Дауысы әдемі құстап алмай, қарға сорлы қатты қайғырады. Енді маған өлім келді ғой деп, таң мезгілінде шаршап шалдығып, ұясына оралады. Анасын көрген балапандары қуанып, қарқылдай бастайды. Олардың қарқылдағаны қарғаға сондай әдемі, сондай нәзік естіледі. Қарға қуанып, балапандарын Сүлейменге әкеліп, бас жағынан ұя салып, соған отырғызады. Кірпі де дамыл таппай, жер жүзін кезіп, жұмсақ нәрсе іздейді. Бірақ еш жерден таба алмайды. Бұл да жалығып, арып ашып, үңгіріне қайтып келеді. Анасын көрген балалары алдынан шығып құшақтай алады. Кірпі оларды бауырына қысады. Сонда оған балалары сондай жұмсақ болып сезіледі. Кірпі дереу оларды Сүлейменнің жастығының үстіне жатқызады. Қарға баласын әппағым дер, кірпі баласын жұмсағым дер деген сөз сол заманнан қалса керек. Мысық тышқан мен торғайға неге өш? Ертеде мысық, тышқан және торғай өте тату тұрыпты. Басқа аң құстар олардың достығына қызығып та, қызғанып та қарайды екен. Күндердің күнінде қылышын сүйретіп, қыс келеді. Үш дос суыққа тоңып, ашыға бастайды. Уа достар, аяз мынау, жыртқышаңдар анау, тарпа бас салуға даяр тұр. Одан да біз адамға барып қызмет етейік. Сонда қарнымыз да тоқ болады, өзімізде жылы баспанада алаңсыз өмір сүреміз деп мысық торғай мен тышқанға ақыл салады. Олар әр ойлап, бер ойлап, ақыры осы ақылға тоқтайды. Сөйтіп, бір диқанға келсе, үш достың бұл ойын диқан да құп алады. Бір күндері мысық екі досының қоңданып, едәуір семіріп қалғанын аңғарады. Бәріне берілетін тамақ мөлшері бірдей. Сонда бұл қалай болды деп ойлайды мысық. Енді ол торғай мен тышқанды аңди бастайды. Сөйтсе, екеуі қамбадан астық ұрлап жүр екен. Жақсылыққа жамандық жасаған достарына ол қатты ашуланады. Арқа жүні күдірейіп, көзінен от шашып, тышқан мен торғайға қарай атылады. Торғай сәл ашық тұрған есіктен лып етіп шығып, ұшып кетеді. Тышқан көп тесіктің біріне зып беріп, кіріп құтылады. Содан бері торғай мен тышқан мысықтың ата жаулары болып қалған екен. Бұлбұл мен тоқылдақ. Баяғыда құс атаулы сайрай білмейді екен. Бірде олар алыс шаһарда құстарға ән салуды үйрететін өнерлі қария тұрады дегенді естиді. Құс патшасы мәртебелі қыран тоқылдақ пен бұлбұлды ән үйреніп келіңдер деп сол қалаға аттандырады. Ең айтулы әнші атануға асыққан тоқылдақ қарияға бірінші болып жетеді. Сол бойда есікті де қақпастан кіріп келеді.
амандасу жайына қалып, өктем үнмен бұйыра сөйлейді. Ей шал, маған ән салуды үйрет, тез, тосып тұруға уақытым жоқ. Нағыз әнші әдепті болу керек қой. Қария сондықтан оны әуелі әдептілікке баулуды жөн көреді. Сөйтіп, тоқылдақты сыртқа шығарып есік қағуды үйретеді. Түсінікті, ән деген қиын емес екен ғой. Үйреніп алдым деп тоқылдақ кері қарай ұша жөнеледі. Тезірек барып, мынадай өнермен ормандағы аң құстарды таңғалдырмақ болады. Бұлбұл титімдей қанаттарын баяу қағып, қартқа кешірек жетеді. Есікті жайлап қағып сәлемдесіп, ән салуды үйренгісі келетінін айтады. Қарияға кішкентай құс қатты ұнайды. Оған бар ықыласын салып, тамылжытып ән салуды үйретеді. Содан бастап, бұлбұл ең керемет әнші құс атаныпты. Ал тоқылдақ менен басқа әнші жоқ деп ойлайды екен. Онымен қоймай басқа құстарға: «Ей, тыңдаңдар, міне бұлай салу керек әнді, түк қиындығы жоқ. Нағыз ән осы, сенбесеңдер қарт ұстаздан сұраңдар» деп мақтанатын көрінеді. Содан бері тоқылдақ тоқылдатумен, бұлбұл ән салумен келе жатыр екен. Түлкі, тасбақа, кене. Баяғыда түлкі, тасбақа және кене жолда келе жатып, бір уыс тар тауып алыпты. Үшеуі ойлана келе: «Мұны жерге сеуіп өсірейік, содан соң дәнін бөліп аламыз» дейді. Түлкі бір жарды көрсетіп: «Тарыны осы жерге егейік, мен жарды сүйей тұрайын, болмаса құлап кетер» деп жардың астын саялап жатып алады. Тасбақа жерді тырмалап, кене тарыны сеуіп әлекке түседі. Сөйтіп екеуі көп бейнет шегіп тарыны өсіреді. Піскен соң оны орады, онысы бір аяқ тары болады. Біреуі түлкіні шақырып келеді: «Бұл тарыны үшке бөлсек, әр қайсымызға тиетін үлес аз болып қалады. Сондықтан жарсайық, кім осса түгелімен сол алсын» дейді. Сонда үшеуі бірге бір жерге келіп қатарласа тұрады. «Ал кеттік» деп жөней бергенде, кене түлкінің башпайына жабысып бірге кетеді. Түлкі өліп өшіп межелі жерге жеттім-ау деп отырғалы жатқанда: «Ей, мені басып кетесің бе?» дейді кене. Түлкі: «Сен қашан келдің?» деп таңданады. Екеуі дауласып жатқанда тасбақа да жетеді. Тасбақа: «Ойбай түлкі, мен бір бәле көріп келдім. Сендер кеткен соң атқа мінген екі адам келіп, түлкіні тауып бер деп лаң салды. Қолдарына қондырған бүркітімен ерткен тазылары бар» дейді. «Айналайындар, мен айта көрмеңдер, мына тарыны өздерің бөліп алыңдар. Мен сендерге ризамын, олар келсе қайда кеткенін білмейміз деңдер» деп түлкі қаша жөнеліпті. Алты түлкі. Кең далада 6 түлкі бірге жүріп, бірге тұрып, жолдас болыпты. Алтауының ішінде біреуінің құйрығы шолақ екен. Ұзын құйрықтарын бұлғаңдатқан 5 түлкі: «Сенің құйрығың жоқ, шолақсың» деп үнемі келе-келеп күле беріпті. Олардың бұл қылығына азаланған шолақ түлкі: «Осы мақтаншақ бесеуін құйрықтарынан айырып, қалай шолақ қылсам екен? Сонда бұлай күлмесет» деп көп ойланыпты. Ақыры бір амал тапқандай болып серіктеріне келіп: «Қашанғы бұйығып жүре береміз, бір жақсы ойын ойнайықшы, ішіміз пісті ғой» деп өтініш айтыпты. «Ойнасақ ойнайық, сен баста» дейді олар да келісіп. Шолақ түлкі әлгі мақтаншақтарды ертіп қалың қарағайдың ішіне әкеледі. Содан кейін ойын шартын түсіндіріп, бесеуінің құйрығын 5 қарағайға мақтап таңып тастайды. Өзі бір төбенің басына шығып тұрады. Басқа түлкілер ол хабар бергенше көздерін жұмып тұруға тиіс болады. Бір кезде шолақ түлкі жан-жағына абыржай қарап: «О, туысқандар, сақтаныңдар, мына жақта бүркіт ұстап таз ерткен аңшылар келе жатыр» деп айғай салады.
Сол кезде қарағайға таңулы тұрған 5 түлкінің есі шығып, тұра қашпақ болып жұлқынғанда құйрықтары жұлынып қалады. Сөйтіп, шолақ түлкі өзін келекелеген серіктерінің десін басып, өзіне серік етіп алыпты. Алдауы бірдей шолақ болғаннан кейін ешкім мазақ етіп күлмейтін болыпты. Түлкі мен тырна. Түлкі мен тырна дос болыпты. Бірде түлкі: «Маған қонаққа кел, қымбаттым. Мен дәмді тамақ пісіріп қоямын» деп тырнаны үйіне шақырыпты. Тырна түлкіге қонаққа келеді. Түлкі ботқа пісіріп, жайпақ табаққа салып, тырнаның алдына қояды. «Тамақ ал, өзім пісіріп едім» дейді. Тырна жайпақ табақты тұмсығымен шоқып, ештеңе өндіре алмайды. Ал түлкі болса, ботқаны тілімен жалап, өзі-ақ тауысады. Бәрін жеп болған түлкі: «Айып етпе, үйімде бұдан өзге тамақ жоқ» дейді. Тырна: «Осыған да рахмет, енді сен маған қонаққа кел» дейді. Келесі күні түлкі тырнаның үйіне келеді. Тырна болса, салқын көже дайындап, оны мойны тар құмыраға құйып дастарханға қояды. Түлкі келгенде тырна: «Же, қымбаттым, қысылма» дейді. Түлкі құмыраны ары айналып, бері айналып, ішіндегісін жей алмайды. Құмыраға басы сыймайды. Ал тырна ұзын тұмсығымен шоқи береді. Сөйтіп бәрін жеп алады да түлкіге қарап: «Ренжіме, қымбаттым, бұдан өзге тамағым жоқ» дейді. Бір аптаға тойып қайтқысы келген түлкі ренжіп, үйіне аш қайтыпты. «Не ексең, соны орасың» деген осы. Қорыққанға қос көрінеді. Баяғыда қартайған әже, күлегеш немере, қат-қаттай беретін тауық және пештің астын мекен ететін тышқан болыпты. Олар күн сайын су алуға барады екен. Әжесінің үлкен, немересінің кішірек, тауықтың қиярдың үлкендігіндей тышқанның оймақтай ғана шелектері болыпты. Әжесі суды құдықтан тартып, немересі астаудан, тауық шалшықтан, тышқан торай тұяғының ізіне сарқылған іркіндіден алады екен. Олар шелектеріндегі суды шолп еткізіп, үнемі бір ізбен кейін қайтатын. Тағы бір жолы бұлар суға барған еді. Су алған соң олар жолшыбай бақшаны басып, үйге қайтып келе жатады. Бақшада алма ағаштары өсетін. Оның бұтақтарында алма самсап тұрған. Ал алма ағашының түбінде қоян отырған. Кенет қатты жел соғып, алма ағашының бұтақтары шайқалып кетеді де, бір алма үзіліп түсіп, тақ етіп қоянның маңдайына тиеді. Қоян орнынан ата жөнелгенде, байқаусызда су әкеле жатқандардың аяғына барып оралады. Әлгілер үрейлері ұша қорқып, шелектерін тастай сала үйлеріне қарай қашады. Әжесі сәкіге құлай кетеді. Немересі әжесінің артына тығылады. Тауық пештің үстіне ұшып шығады. Ал тышқан пештің астындағы қуысты паналайды. Әжесі: «Ойпырмай, мені бір дәу аюдың таптап кете жаздаған-ай» деп сарнайды. Немересі: «Әже, бір құбыжықтай қара қасқыр маған тап берді» деп жылап қоя береді. Тауық пештің үстінде тұрып: «Қыт-қыт-қыт-қыт, түлкі мені аңдып жүр екен, жеп қоя жаздады» деп қыт-қыттайды. Ал пештің астына тығылған тышқан: «Әлгі мұрты едірейген дәу мысықтың үрейімді ұшырғаны сондай, жаным шығып кете жаздады» деп шиқылдайды. Ал бұл кезде зытып отырып орманға жеткен қоян бір талдың түбін паналап бұға қалады. Сонан соң жан-жағына қарап: «Басыма мұндай қауіп төнбес, 4 бірдей аңшы соңыма түсті, бәрінің де иті бар екен. Әйтеуір жеткізбей құтылып кеттім-ау» деп айғайлайды. Қорыққанға қос көрінеді деген осы да.